Дүниетану бірінші сынып. Сабақтың тақырыбы ертеде қалай тамақтанған. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менімен бүгін саяхатқа барғыларың келе ме? Біз бүгінгі сабақта жібек жолымен саяхатқа шығамыз. Бұл саяхатта біз ежелдегі адамдар немен қоректенгенін анықтайтын боламыз. Ұлы жібек жолының тарихи маңызымен танысамыз. Алдымен сұрақтарға жауап беріп көрейік. Білесің бе? Суреттердің көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Ертедегі адамдар мына суреттің ішіндегі қай тағаммен қоректенген? Дұрыс айтасың. Балық, ет, және ертедегі адамдардың немен тамақтанғаны туралы толығырақ білгің келе ме? Балалар, ендеше бейнероликке назар аударайық. Біздің ата-бабаларымыздың дәстүрлері. Алғашқы адам жабайы өсетін дәндерді, жеміс-жидектерді жинап, жануарларды аулаған. Біздің ата-бабаларымыз аң аулау мақсатында жабайы аңдар соңынан еріп, әрдайым бір орыннан екінші орынға жылжып отырған. Алғашқы адамдардың қоғамдық ұйымы күрделі де ұзақ даму жолынан өтті. Оның бастапқы кезеңі алғашқы тобыр бірлесіп, қорғану және шабуыл жасау, аң аулау және жиын терін үшін бірлесу болды. Суреттегі дәнді дақылдардың атауларын оқы. Жүгері, күріш, сұлы, бидай, тары, қара бидай, арпа. Бидай ұнынан қандай тамақ түрі жасалады? Ертедегі адамдардың негізгі тамақтарының бірі нан болған. Ертеде құрманы шөл даланың наны деп атаған. Саяхатшылар сапарға шыққанда өздерімен бірге құрма алып жүрген. Ол араб елдерінде өсіріледі. Құрма ағашының жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Ұлы жібек жолы. Бұрынғы заманнан бастап, жер шарының түпкір-түпкірінде тұратын адамдар өзара сауда жасады. Бір жерде бар тауарлар басқа жерде болмады. Сондықтан оларды сатып алушыларға жеткізу керек болды. Осылайша сауда жолдары қалыптасып, тұзды, асыл тастар мен металдарды, емдік шөптер мен хош иісті заттарды, азық-түлікті, малды, қола мен темір бұйымдарды, бағалы терілер мен маталарды тасыды. Сауда жолдарының бойында базарлар мен жәрмеңкелер пайда болды. Сауда жолдары елдерді, қалаларды, халықтарды байланыстырды. Жолдардың жекелеген тармақтары бір-бірімен қосылып батысқа, шығысқа, солтүстік пен оңтүстікке қарай ұзарып, жаңа аумақтарды қамтыды. Осылайша Еуропа мен Азияны байланыстыратын ұлы жібек жолы пайда болды. Суретке қара.
Халық неліктен жол мен өзен маңына қоныстанған деп ойлайсың? Картаны мұқият қара. Балалар, бейнероликке назар аударайық. Ерден ата сіздерге Ұлы Жібек жолы туралы әңгімелеп беретін болады. Амансыңдар ма, қарақтарым? Таңертеңнен бері көзілдірігімді іздеп жүрмін. Таба алмай әлек болдым. Қайда жоғалып кетті өзі? О, мынау не сау? О, бұл құмыраны менің атамның атасының атасы. Е, сонау жібек жолымен келген Қытай саудагерлерінің керуендерінен сатып алған екен. Содан бері қаншама замандар өткен. Ұлы жібек жолы дегенді білесіңдер ғой. Ол халықаралық сауда жолы. Көне замандарда ол жолмен керуендер Қытайдан жібек тасыған. Содан жібек жолы деп аталып кеткен. Ол керуен жолы Еуразия елдерінің экономикалық және мәдени байланыстарының дамуына зор ықпалын тигізген. Жібек жолының негізгі желісі біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда салынған еді. Бұл өте ерте заман. Ол Қытайдың көне астанасы Тяньяньден басталып, таяу шығыс елдері арқылы сонау Италияның бас қаласы Римге дейін барады. Керуен жолдарымен ондаған, жүздеген түрлі тауарлар тасымалданатын. Айта кету керек, ол замандарда әр елдің өзіне тән шаруашылық түрлері болған. Мысалы, Қытайдан керуен жібек тасымалданса, түркілер өзін аң терісі, жылқы мен құл сатып танытқан. Орта Азиядан әкелінген керамика мен кептірілген жемістер де кеңінен танымал болған. Сонымен қатар Иранның күміс бұйымдары, Византияның таңдаулы матасы, Үндістанның дәмдеуіштері, асыл тастары, Италияның сәнді шынысы үлкен табыс әкелген. Айтпақшы, ол замандарда басында айырбас сауда болған, ал кейін оның орнына алтын мен күміс балама ретінде қолданылатын болды. Осы бір жерге қойған сияқты міне. Осында екенсің ғой. Үйді ақтарып жүрсем, жатқан жерін қарасайшы. Мынау не? Бұл сандықтың ішінде неше түрлі нәрсе бар екен. Ал бұл құмыра Ираннан келген сияқты. Ал мынау не? Бұл да сол замандардың көзі ғой. Атам да бәрін ала берген сияқты. Ары қарай жалғастырайық. Түрік қағанаты естеріңде ғой, қарақтарым. Сол түрік қағанаты Еуразиядағы бірінші империя болған. Сонда Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты солтүстікке бет алған. Ол Орта Азиядан оңтүстік Қазақстанға, Жетісуге, Испиджап, Тараз, Құлан, Меркі, Суяб, Баласағұн, Талғар, Барсқан деген ірі қалалар мен бай ауылдар арқылы өтіп, ары қарай Қытайға бағыт алып, Жапон астанасы Нар қаласына дейін жеткен. Ұлы Жібек жолының едәуір бөлігі түрік қағанатының әскери ақсүйектер тобының бақылауында болған.
Ол кезде отырықшы егіншілік мәдениеті мен дала өркениеті өзара араласып жатты. 8-12 ғасырларда Қазақстан жермен өтетін керуен жолдарында қызу сауда жүреді. Ол жолдар ертістегі Қимақтар қағанның ордасына дейін жетіп, ары қарай оңтүстік Сібірге, Сырдариядағы Оғыз мемлекетіне, Дешті Қыпшақ, содан Шығыс Еуропаға баратын. Ұлы жібек жолы саудамен қатар жаңа қалалар мен сауда орталықтарының да пайда болуына ықпалын тигізген. Бұл бейнефильмнен қандай ақпарат алдыңдар? Ұлы жібек жолы бізге не берді? Ұлы жібек жолымен не тасыған? Ұлы жібек жолы Қазақстанның қандай қалалармен өткен екен? Халық неге өзен маңына қоныстанған деп ойлайсыңдар? Олар өз жолдарын қандай көлік түрлерімен жүріп өткен екен? Ал енді балалар, жұмыс дәптеріміздің 52-ші бетін ашайық. Өзен маңына қоныстанған ежелгі адамдар немен айналысты деп ойлайсың? Суретін сал. Балалар, бүгінгі сабақтан не меңгергендеріңді тексеріп шығайын. Олай болса, тест тапсырмасын орындайық. Бірінші сұрақ. Ертеде құрманы шөл даланың несі деп атаған? А. Наны, Ә. Жемісі, Б. Тағамы. Екінші сұрақ. Қытай мен басқа елдерді байланыстырған? А. Астана, Ә. Қазақстан, Б. Ұлы жібек жолы. Үшінші сұрақ. Ертедегі адамдардың негізгі тағамдарының бірі? А. Нан, Ә. Жеміс-жидектер, Б. Дәнді дақылдар. Ал енді балалар, жауап берсеңіздер, тексеріп шығайық. Жарайсыңдар балалар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма жазып алыңыздар. Оқулықтағы 72-ші, 73-ші бетті оқу. Жұмыс дәптерінен 52-ші бетті орындау. Сау болыңыздар балалар.